Буға піскен қамырдан өте тойымды, ерекше, дәмді моңғол қазақтарының ұн қуырдақ атты тағамын жасап көріңіздер. Ең бірінші анау тұрған жүрекшені қызартып қойыңыз. Алдымен қазанды қыздырып, майымызды құйып, ет пен биязды қуырып аламыз. Тамаққа жақсы дәм беретін көркем наурыз өнімін пайдаландым. Бұл өнімдер ешқандай құрамда артық қоспасыз, таза өнімдер, сондықтан алып көріңіздер. Маған қатты ұнады. Қараңыздар, тамаққа да жақсы дәм мен түс береді. Кесе суымызды құйып, етті демдеп пісіріп, картоп сәбізімізді, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзды суға жұмыртқа қосып иленген қатты қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Оны 4-5 бөлікке бөліп, дәл осылай ортасына май жағып, орап шығып, мантываркада 5-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді қамырды нан салмаға турағандай етіп бөліп шығып, үлкен астауға немесе тәрелкеге осылай саламыз. Енді бұл тағамды қараңыздар, көркем наурыз өнімінің дәл осындай рагу салатымен жеу керек қой. Бұл жерде барлығы сапалы, ешқандай артық химикатсыз, қоспасыз, таза өнімдер. Соктардың өзі өте пайдалы, алып ішіп көріңіздер. Тамақ осымен дайын болды. Рецебті ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы. Дәл қазір парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.